Біз Астананың орталық паркінде барып, көп балалыларға 8 аттракцион тегін. Соған барып келдік. Отырам деп шыңғырып жатыр ғой. Аттракциондар тегін болғаны тек Астананың тұрғыны және көп балалы аналарға осындай 8 аттракцион тегін. Балалар мәз боп ойнады. Одан кейін екінші аттракцион мынау кішкене қорқыныштылау екен. Бұған да балалар мәз болды. Апта күнінде барғанбыз, кішкене адамдар аз екен, очередь аз екен, кезекте аз тұрдық. Одан келесі осы. Бұл өте тоже қорқыныштысы, кішкене қатты айналады екен, жоғары көтеріледі екен. Кішкене қорқынышты екен бұл да. Оған да мәз. Осылай күшті карусельге сырғанап, күшті адреналин алып, аттракционға отырам деп жылап Одан кейін осыған отырды. Бұл Аладдин деп аталады екен. Бұған да Кәусар мен Айнудин отырып, сәлсебелге болмайды екен. Сәлсебел үлкен, Мұхаммед Амин кішкентай. Сонымен Кәусар мен Айнудин отырды бұған. Жақындағанда. Бала! Ау? Аха. Привет, тақпайды бауырларына. Балалар! Қатты алып отырыңдар. Және осы бүгін отырған барлық карусельдер тегін болды біздерге. Бәрі тегін, 8 аттракцион. Соның бәрі тегін. Бұнау да кішкене 5 жастан басталады екен. Бұл да адреналин сыйлайды екен. Сосын ең соңғы осы поезд. Осы поездбен паркты айналып келеді. Бұл да тегін. Сол билеттің ішіне кіреді. Қазір мына поездға отырып жатыр. Замин екеуміз күтеміз. Мұхаммед Аминге бәрі қызық, бәрін ұстап көреді. Осылай бүгінгі Сайбаққа барғанымыз, Астаналық паркке барғанымыз, тегін барлық аттракциондарға отырып қайттық. Шар атып тағы бір ойнап еді, бірақ оны суретке де түспептік. Видеоға да түсіріп үлгермеппін. Сонымен бүгінгі күніміз бітті.